қазір мына жерде бір қызық әңгіме болып жатыр да, видеоға түсіру керек болып тұр. Каспийдің біз көпшілігіміз білмейтін, бірақ бәріміз арқылы ақша тауып жатқан жолын бір көрсетейін. Жаңа кірсем машинасын сатып жатыр да. Мынаны сатып жатыр екен. 14 миллион 400 мың теңгеге. Саудаласамыз ғой енді. Енді қара, сен қазір ана машинаңды рекламаға берші. На 3 дня. Подключить дегенді бас. Енді қара, оплатаны бас. Каспиймен таңдай бер, любойын таңдай берсең болады. Каспий 1858 теңге сенде рекламаға кетіп жатыр. Ал сен білесің ба, осы арқылы Каспий ақша тауып жатыр, және Каспийдан мен ақша тауып жатырмын ғой. Қалай? Біріншіден енді көріп тұрмыз, ана ақша арқылы Каспий өзінің комиссиясын по-любому ұстайды ғой. Екіншіден, ең маңыздысы, мына бір жаңалықты еске алыңыздар. Колеса KZ-ті Каспий сатып алған. Яғни Колеса KZ ана рекламадан ақша табады, тиісінше Каспий ақша табады. Ал Каспийдан кім ақша табады? Инвесторлары, акционерлері. Бұламтадзе, Ким дегендер ақша табады да. Сонымен қатар мен де ақша табамын. Бірақ ол дивиденд бермейді ғой. Дивиденд бермейді, бірақ былтыр ғана дивиденд бермеді. Себебі Турциядағы компанияларды сатып алып, әлемге экспансиясын жасап жатыр да. Бұйырса барлығы орныққанда қайтадан дивиденд беруін бастайды, бағасы да өсе бастайды, мен соған сенемін. Бірақ сіздер Еркебұлан сенеді екен деп сатып алудың қажеті жоқ. Өздеріңіз зерттеуін жасаңыздар, анализ жасаңыздар, рискті бағалаңыздар. Ол зерттеуге көмек болсын десеңіздер, Әділжан Каспийға толық анализ жасалған бір документ жасап қойын. Ол үшін профильге өтіп, WhatsApp группаға Каспий деген сөз жазыңыздар. Сол анализ жасалған документ жіберемін.